Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге осындай гүлдің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге осындай ені 5 см, ұзындығы 10 см 6 дана парақ қажет. Біз қазір осы бейнені жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен осылай симметриялы етіп бүктеп аламыз. Содан соң екі басын осылай үш бұрышты етіп бүктейміз. Келесі жағында дәл осылай қайталаймыз. Содан соң осы бөлігін жартылай етіп бүктейміз. Келесі жағын да дәл осылай қайталаймыз. Содан соң дәл ортасынан бүктейміз. Дәл осылай қалған парақтарды да жасап аламыз. Міне біз жасап болдық. Енді бір-біріне дәл осылай кигіземіз. Осылай екі-екі деп кигізген жақсы. Содан соң осылай бір-біріне біріктіріп, жіптің көмегімен дәл ортасынан байлап қоятын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасауға тырысыңыздар. Міне біз байлап болдық. Енді осылай ашамыз. Содан соң осылай барлық бөлігін осылай ашып шығатын боламыз. Міне біз барлық бөлігін ашып шықтық. Енді осындай жіңішке таяқшаның көмегімен гүлдің күлтелерін осылай майыстыратын боламыз. Сонда біздің гүліміз әдемі болып шығатын болады. Барлық күлтесін дәл осылай майыстырып шығамыз.
Міне біздің гүліміз дайын болды. Жасалу жолы осындай өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіз дәл осы видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, менің видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойсаңыз да болады.